Адамдар қазіргі қоғамда құтыра бастаған ғой. Өздерінің туған күн тойлап қана қоймай, мысық, күшік, жылқы дегендердің туған күндерін тойлайтын болыпты. Кеше ғана Алматының ипподромында болдым. Сода бір байқағаным, біз енді білеміз ғой енді, адамдар ит асырайды, мысық асырайды үйде, тышқан асырайды деген. Бірақ жылқы асырайды дегенді, яғни өзіне жай андасында бір атқа мініп, ары-бері сол атпен әңгімелесіп жүру үшін жылқы асырайды дегенді мен бірінші рет көріп тұрмын. Ол жылқымен кәдімгідей тілдеседі, сөйлеседі, туған күнін тойлайды, сыйлық береді дегендей. Одан басқа ешкім ол атқа мінбейді. Бұл ненің дерті? Бұл жалғыздықтың дерті. Алла Тағала адамды жаратқаннан кейін адамды қоғаммен байланыстырып, қоғаммен араластыру үшін жаратқан. Сол үшін Алла Тағала мешітке баруды мысалы бұйырып отыр, өйткені жамағат жұма күні аптасына бір рет адамдар жиналсын деп, жылына бір рет оразада жиналсын деп, қажылықта сонау Мекке Медина бүткіл мұсылмандар жиналсын деп, яғни қоғам етіп жаратты. Бірақ қазіргі адамдардың рухани азғындығы соншалық, олар адамдармен қазір байланыса алмайды. Мынау смартфон, планшеттермен жақсы араласады да, тіл табыса алмағаннан кейін әңгімелесетін, сырласатын жануарлар таңдайды екен. Алла бізді осындай бір азап демей немене бұл? Осындай азаптан сақтасын. Адами қатынасты, Алламен қатынасымызды нығайтайық.